Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге алғашқы жасағаннан керемет дәмді болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бұл пирог әсіресе балаларға өте қатты ұнайды. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Пирог өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Қамырына ұн, какао, қопсытқыш, сары май, шекер және бір жұмыртқа керек болады. Ең алдымен ұнымызға қопсытқышты қосып, одан соң какаоны қосып, електен өткіземіз. Міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Одан соң қант қосамыз. Құрғақ массамыздың барлығын араластырамыз қасықпен жақсылап. Одан соң сары май саламыз. Одан соң қолымызбен араластырамыз. Бізде песочный қамыр шығу керек. Орысша айтқанда крошки болу керек, мінекей осындай. Одан соң бір жұмыртқаны жағып, массамызға қосамыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Осындай жұмсақ қамыр илейміз. Көп илеудің қажеті жоқ. Қамырымыз қолға жабыспайды. Бізде осындай жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды пищевой пленкаға немесе целлофан пакетке салып, тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге қаймақ, шекер, 4 жұмыртқа және ванильный сахар қажет. Ең алдымен біз 20% қаймақты саламыз. Менде қаймақ дүкеннің қаймағы. Одан соң шекерді саламыз. Сосын ванильный сахар саламыз. Немесе ванилин салсаңыздар да болады. Барлығын араластырып аламыз. Одан соң жұмыртқамызды саламыз. Одан соң венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Жай ғана венчикпен біркелкі масса болғанынша араластырамыз. Егерде венчик болмаса, шаншқының көмегімен араластырса да болады. Осындай біркелкі масса болды. Әсел пештің табасына пергамент қағазын төсеп, оны майлаймыз.
қамырымызды алып, қолымызбен жайып шығамыз. Одан соң осылай бортиктарын шығарамыз. Одан соң салмамызды құямыз. Лопаточкамен тегістейміз. Бортиктарын қасықтың көмегімен тегістейміз. Қызып тұрған пешке саламыз. 35-40 минутқа қоямыз. Пирогымыз осылай пісіп шықты. Піскеннен кейін 2 сағаттай бөлме температурасында суытамыз. Содан кейін ғана осылай кесіп дастарханымызға қойсаңыз болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер және комментарийде бөлісіңіздер.